қарғыс та алғыс та қазақ дүниетанымында өте үлкен мәнге ие құндылықтар. Әсіресе мынау адамның тағдыр мәселесінде, адамның өмірінің күрделі өзгерістері мәселесінде осы екі үлкен категория өзінің ролын ойнайды деп есептеледі. Шын мәнінде біздің ұлттық дүниетанымымызда алғыстың да қарғыстың да өзіндік айрықша орны бар. Ежелден бері біздің аталарымыз мынау жақсылық мәселесінде көбірек алғыс алған адамнан жақсылық күтетіні, ал енді көбірек қарғысқа ұшыраған кісілерден жаманшылық шығатынын, мына қоғамға жамандық тарайтындығын көбірек ескерткен біздің фольклорлық мұраларымыз жеткілікті. Шын мәнінде біздің мақалдарымызда, мәтелдерімізде осы нәрсе ұдайы көрініс тауып отырады. Яғни қарғыс алма, алғыс ал, қарғыс алған қан құсар дейді. Шын мәнінде бұл сөздің астары өте үлкен философиялық мағынасы бар. Яғни алғыс алған адамның бұл дүниеде өмірі берекелі, және сөзі дуалы, болашақта елдің қамын жейтін, жеті жұрттың қамын жейтін, жеті түрлі ілім білетін, сондай үлкен даналыққа, тұлғалық қасиетке бай бір азамат шығатындығын көбірек үміт етіп күтеді. Сол үшін де қазақ өзі бата алуға қам жасайды. Біздің көптеген дәстүрлеріміз сол үшін де батамен байланысты. Яғни біздің әуелі адам дүниеге келуі үшін ата-анасының некесінен басталатын болса, осы ата-анасының әу баста қайын жұрт жағы екі жақтың да құдаласуынан бастап осы бата жорада жүреді, ортада бата жүреді. Әрбір дастарханда, қазірде біздің мынау құдалық рәсімдеріміз барынша қысқарды ғой, заманауи форматта өтеді, жеделдетілген түрде. Бұрынғы заманда тіпті бесік құда, бел құда дейтін мәселелер бар. Бел құда мынау ниеттеніп бала болмай тұрып құдаласатын, бесік құда бала бесікте жатқан кезде құдаласатын құдалар. Осыдан бастап енді ойлаңыз, 13-ті отау иесі ол кездегі заманда. Сол 13-14 жылдық ұзақ процестің барлығында кез келген кездесулер екі жақтың үлкендердің, кез келген дастархан батасыз жайылмайтын болған, батасыз жиналмайтын болған. Не үшін? Осы барлық жасалған қамның бары болашақта дүниеге келетін балалардың, болашақ отау иелерінің ұрпақтары салиқалы, сол отаудың шаңырағы биік, түтіні түзу ұшатын, елге өнегесі жайылған сондай бір салиқалы отбасы болуы үшін. Шын мәнінде біздің баталарымыздың өзінің түрлері бар. Осыған орай қалыптасқан. Құдалықта беретін бата бөлек, дастархан басында жай берілетін бата бөлек, балалы болғанда берілетін бала бөлек, шілдеханада берілетін, сосын мына сүндет тойда берілетін, үйлену тойында, қыз ұзату тойында берілетін баталардың барлығы бөлек болған. Яғни бұл жерде мазмұн мен тағдырдың қатынасына қарай батаның да өзінің мазмұндық жүйесінде өзгеріс болып отырған. Яғни сүндет тойда берілетін бала ол балаға арналған, және ол баланың осындай бір психологиялық бір кезеңнен келесі бір кезеңге ауысқан дәуірінде сол баланың есінде қаларлықтай және өмір бойы жатталып жүретіндей мәтіндерге құрылады. Енді осындай баталардың біздің тұлғаларымыздың өмірінде де зор өзгеріске, зор бір жетістіктерге жетуіне себепкер болғандығының көріністері сақталған. Айталық, мынау Құнанбай аталарымыз, шешесі Зере әжеміз Құнанбайды ертіп жүріп, атасынан бата алуға қаншама рет әрекет жасап, соған ұмтылған. Бұның өзі нені көрсетеді? Сол ғазиз ананың баласының болашақ тағдырының кереметтей бір өрілуіне, сол ат жалын тартып мінгеннен кейінгі тағдырының түзу болуына, мынау рухани жақтан да бір кемел тұлға болуына атсалысқандығының көрінісі бұл. Бір қанша рет баруының себебі осында. Ал енді мынау Абай атамызда әдеп өлең жаза бастағанда, білесіздер, жазған өлеңдерінің ішінде 7 әулиеге сыйынып, яғни 7 әулиеден медет сұрайды, қазақша айтсақ. Бұның өзі нені білдіреді?
ол кісінің өзінің тұтас шығармашылық тарихына бір сәттілікке жетуі үшін сондай ілгеріде өтіп кеткен ғұламалардың өнегесін, солардың бір лепесін алуды аңсаған жас ақын жүрегінің жас руханиятқа ұмтылған жеткіншек тұлғаның бір талпынысын білдіреді. Ал енді шын мәнінде біздің ақындарымыз, балаларымыз ғана емес, біздің қазақ тарихында елді жерді қорғаған үлкен тұлғалардың өмірінде осы батаның іздері айқын көрінеді. Яғни бізде 300-дің қастерлі билері болған 3 би бар болатын болса, қазаққа әйгілі, сол кісілердің қай-қайсысы да алдыңғы билерден баталған, ата бабаларынан баталған. Мынау Төле биге қатысты деректерде айтылады. Төле би Қарасай бабадан барып бата алды деп айтылады. Сонда баталарының мазмұны да тура Төле бидің кейінгі болашағында. Жаңағы сөзің өрісті болсын, өмірің келісті болсын деген сияқты мазмұндарды бата кейін Төле бидің өмірінде сол нәрселер шын мәнінде аты 300-ге дейін жайылған би болды. Бір ғана рудың, бір ғана ауылдың шеңберінде қалып қойған жоқ. Күні бүгінге дейін біз сөз сөйлесек, Төле би бабамыздың сөзінен өзімізге тұжырым алып жатамыз, өмірінен өзімізге өнеге алып жатамыз, сөздерінен өзіміздің тағдырымызға бір бағдаршам болатын мәтіндерді, философиялық ойларды, тұжырымдамаларды көріп жатамыз. Бұның ар жағы, жаңа біз сөздің басында айтып отырған бата қарғыс алма, алғыс ал деген мәселеден келіп шығады. Ал енді мынау қазақтың тағы бір мақалында бар. Баталы құл арымас, батасыз құл жарымас дейді. Шынында мынау өмірде өзімізде көріп жүрміз, көп бата алуды жолға қойған, өзінің өміріне енгізген кісілер шынында өзінің өмірі бір жақсылықтарға, бір берекеге толы. Енді біз жақсылық дегенде барлығын бір ұшпаққа шығып кететін, барлығын бір ел билейтін, сөз ұстайтын, би болатын деңгеймен өлшемеуіміз керек. Жақсылық бұл көзге көрінбейтін де жақсылықтар бар. Яғни адамның бір рухани кемел болуы, қазақта өзі рухани кемел болудың критерийлері бар. Біреудің ала жібін аттамайтын, көпке тілеулес болатын, ешкімге жамандық ойламайтын дейтін қазақ дүниетанымында жақсы рухани кемел тұлғаның критерийлері бар. Осы критерийлерге сай адам болудың өзі оның өмірде бір керемет жетістікке жетпесе де, мынау тағдыры керемет бір елдің, жердің тағдырымен байланысты болмаса да, өзінің жеке өмірінде ешкімге зиянын тигізбей, мынау қоғамға бір жаманшылықты жаймай өтіп кетуінің өзі ол адамның жақсылыққа жетуі болып есептеледі біздің ұлттық дүниетанымымызда. Осы нәрселерге көбірек қол жеткізгенін көреміз. Шынында бір қарасаң көзің қуанады, қарасаң көңілің тояды, бір дос болғың келеді, болашақ бір құда жекжат болғың келеді. Сондай кісілер өмірін зерттесеңіз, барлығы бата алуға қатысты. Кішкентай күнінен ата-анасы оған бата алып берген, жаңа Құнанбай аталарымыздың, Абай аталарымыздың сияқты. Және мынау өмірінде жаңағы алғыс алуға ұмтылып жүрген. Біреуге жақсылық көмектесіп, жаңа айттық қой, алғыс алма, қарғыс алма, алғыс ал дедік. Осы жердегі алғыс алу бұл арнайы бір іздеп баруды қажет етпейді. Ол кез келген адамның, қазақтың дүниетанымында бар, 40-тың бірі Қыдыр деп айтады. Осы 40-тың бірі Қыдыр деген сөз, анау Құранда да бар ғой, Қыдыр деген Хизыр, сол кісінің, пайғамбардың өзі ол кісінің кейбір істеген істерінің хикметіне жетпей қалады. Қасында жүрген пайғамбардың өзі. Сондай бір керемет Алланың сүйген құлы болған. Демек, 40-тың бірі Алланың сүйген құлы болуы мүмкін деген сөз. 40-тың бірі Қызыр деген. Сондықтан да жолда кетіп бара жатса біреудің нәрсесін көтерісіп, жеткізіп жіберу, біреуді қоғамдық көлікке мінгізіп жіберу. Бұрын оның басқаша форматтары болған, қазір енді басқаша форматқа көшіп жатыр ғой қоғам. Бұрын атқа мінгізіп жібереді, қолтықтап, қолтығынан демеп үлкен кісілерді. Атының келсе дізгінін ұстайды да, оны дере ағашқа байлайды. Ат байлайтын ағаш дере деп аталады. Сол ағашқа атын байлайды. Атын суытады, ерін алады атының.
сөйтіп атын суытып атының алдына шөп салады. Немесе қолына су құяды үлкен кісінің балаларға. Демек, кішкентай күнінен баланы алғыс алу үрдісіне тәрбиелейді. Соны өмірлік бір жақсылыққа жетудің методикасы, немесе соның бір үнемі істеп жүретін әдетіне айландыруға құлшынады. Ал үлкендердің өзі осылай кісілерді түктен түк жоқ шақырып алып, еш себепсіз шақырып алып қонақ етіп жібереді. Шақырып алып бір сыйлық жасап жібереді, ат мінгізіп жібереді. Мысалы, бұл тіпті мынау сөзіміз дәлелді болу үшін айтайық. Әсіресе мынау біздің тақырыбымыз көбінде өзімнің зерделеген Құнанбай әулетінің айналасы болғандықтан, сол әулеттен айтайын. Оспан, Құнанбай қажының баласы Оспан, болыс Оспан, бай Оспан, жомарт Оспан, ер Оспан, Абайдың сөзімен айтсақ, Оспанды ер деп сипаттайды. Ер өзі көп қасиеттерді қамтитын жалпылама үлкен категория. Сондай ұғым болғандықтан біз енді ер Оспан деп ала берейік. Сол ер Оспанның бір керемет әдеті болған, осы алғыс алуға қатысты, бата алуға қатысты. Ол кісі ағаларын, яғни Оспанның алдында Құдайберді, Шәкәрім атамыздың әкесі, сосын Тәкежан Тәңірберді, сосын Абай ағалары бар, Ысқақ. Осы ағаларын еш себепсіз айына үйіне әкеліп қонақ ететін болған. Әрқайсысының өзінің төсек орнын сайлап қойған, яғни төсек орнын жабдықтап қойған. Сол жерге қондырып, өзі қалағанша құрмет көрсетіп, сосын мынау керемет күтіп, ағаларының ризалығын алып, өйткені Оспан Құнанбайдың шаңырағын ұстап отырады сол кезде. Сол қара шаңыраққа келіңдер. Бір жағы сол дәстүрді қалыптастырады, бір жағы өзіне алғыс бата алады. Сөйткен Оспанның дәулеті шалқып, сол кездегі Шыңғыс қазақтарының ішіндегі айтулы байларының біріне айналған. Сонымен бірге Оспанның абыройы артып, оны достары ғана емес, дұшпандарының өзі Оспанды сыйлайтын болған. Не үшін? Сондай жақсы қасиеттерді қалыптастырғаны үшін. Міне осындай ағалары келмей қалса, ол кісілерді жазаға тартатын болған. Сондағы жазасы өзі ат жіберіп алдыртып, қараңыз, ол кісі өзің кел деп жатқан жоқ. Ат жіберіп алдыртады, өзі шығынданады. Мысалы, біреуді жұмсайды, енді жұмсау үшін де бетіңді саласың, барып кеш айналайын, осындай деген сияқты. Сондай өзінің барлық потенциалын жұмсау арқылы ағаларынан алғыс алуға ұмтылады. Ал келмей қалса, сол ат жіберіп алдыртып алып, 2 апта жатқызып жібереді. 10 күн жатқызып жіберетін болған. 1 аптаға көнбесе, 2-3 күнге көнбесе. Міне қараңыз, соларға арнайы төсек орын жабдықтап неге керек? Соларды шақырып алып, жаңағы үйіне жатқызып, сонша кәделеп күтіп ай сайын. Ол неге керек болды? Оның үлкен философиялық мәні бар, психологиялық астары бар. Және мынау этнографиялық өзінің беретін маңызы бар ортасына. Сондықтан осы мәселеде ол кісі өмірінде осыны үрдіске айналдыру арқылы жаңағы өзінің бір дегдар болмысын, тұлғалық қасиетін байытқан. Ол жерде Тәкежанның айтатын өзінің бөлек көрсететін өнегесі бар. Құдайбердінің өзінің бөлек тұлғалық қасиеттері бар. Абайдың жөні тағы бір басқа. Ал болыс болып ұзақ уақыт ел билеген Ысқақтың да жөні бөлек кісілер. Сондықтан ағалары мен деп, ағам деп алдына бір қадір тұтуға, пана тұтуға татитын кісілер болғандықтан, Оспан осыларды алып, айналасындағы өзінің ортасына осы кісілердің өнегесін жайып отырған. Бұл бірінші жаңағы алғыс алғаннан сол моментте көрсетіліп жатқан пайдасы. Ал екінші жағы, ол кісілер кеткен кезде өзінің батасын беріп кетеді әрқайсысы. Ризашылығын беріп кетеді. Сондықтан ол арқылы Оспанның рухани болмысы кемелденеді, және мынау дүнияуи мәселелерді шешімін оңай тауып отырады. Өйткені мынау біздің асыл дінімізде білесіздер, дұғаның орны ерекше. Біз айтып отырған, қаузап отырған тақырыптың бір жағы жақсы дұғаға қатысты болса, бір жағы кері дұғаларға, мынау жаман дұғаларға қатысты. Сондықтан
осы мәселені терең білген, жаңағы өздерінің дегдарлығына, діндарлығы сай Құнанбайдың айналасы, Құнанбайдың әулеті бұл мәселені қатты ұстанған. Мынау дінімізде де дұға тағдырды өзгертетін критерий ретінде қарастырылады. Дұға бүкіл қиыншылықтан, психологиялық жаңағы тұйықталудан, өзінің кедергілерге, тосқындыққа ұшырау, құлдырауға ұшыраудардан құтылудың жолы ретінде қарастырылады. Сонымен бірге дүние ақыреттік игілікке жетудің үлкен бір мүмкіндігі ретінде ұсынылатын үлкен методология бұл дұға дінде де. Сондықтан осыны біздің халқымыз өзінің дәстүріне кіргізген. Оның ешқандай бір қалған бір қатты платформасы жоқ. Сондықтан біздің бабаларымыз оны әрбір дәстүрде, бағана біз айттық қой сөзіміздің басында, оны сүндет тойда, тойында, дастарханында, өзінің өлім жітімінде, барлық мәселелерінде, тіпті бала тәрбиесінің өзінде, отбасының берекесі, ынтымақ төңірегіндегі мәселелерді, соның ақылдасуы болсын, соның шешім табуы болсын, соның бір келелі кеңесі болсын, немесе мынау тұлғаның өзін өзгертуі, дамытуы мәселесінде. Яғни қандай бір кісі бір белгілі қиыншылыққа, немесе бір психологиялық травмаға ұшырады дейік. Соны шешу үшін үлкендердің кеңесі болған, жаңағы ақылдасуы болған, келелі кеңеске салатын болған. Жаңағы қазақтың мақалында бар ғой, кеңеспен пішкен тон келте болмайды дейді. Яғни кеңеспен істелген жұмыста бір өкініш болмайды деген сөз. Және бір кемістік болмайды, барынша дұрыстыққа жақын болады деген мағынаны білдіреді. Соны ұстанған бабаларымыз жаңағы осындай барлық келелі кеңестердің барлығын батасыз өткізбейтін болған. Сонда кімге бата бергізеді? Және біз айтып отырмыз, өнегесі бар үлкендерге бата бергізеді. Жаңағы Оспанның алдындағы өзінің ағаларынан алғыс алып отырған сияқты үнемі. Немесе жаңағы батырларымыздың өзінің анасынан, яғни мынау Ер Жәнібек Бердәулетұлы дейтін батыр өткен, мынау 18-ші ғасырда жоңғармен күрес кезінде Абылай ханның оң тізесін алған батырлардың біреуі. Сол кісі жауға шығатын кезде анасынан бата алады. Сонда анасының берген батасы: алдыңнан оқ тисе, анаңның ақ сүтін ақтағаның, артыңнан оқ тисе, ақ сүтін аяғыңа таптағаның деген мазмұнда бата береді. Яғни бұл не деген сөз? Бұл астарлы өзінің үлкен мәні бар сөз. Алдыңнан оқ тисе дегені, жаудан бетін қайтпаса, қашпасаң деген. Батырлық көрсетіп, еліңді, жеріңді қорғау үшін жаныңды беретіндей ерлік жасасаң, менің ақ сүтімді ақтадың деп береді анасы батасын. Ал артыңнан оқ тисе деген, кімнің артынан оқ тиеді? Қашқан кісінің артынан оқ тиеді. Жауға арқасын беріп қашады ғой, қашқан кезде бұрылып. Егер өстіп ездікке баратын болсаң, онда мен саған ақ сүтімді адал еткен жоқпын деген сөз. Бұл жерде ананың қатал үкімімен қатар ананың үлкен бір алғыс лепесі жатыр. Яғни сен сондай батырлық, ерлік көрсетіп қайт деген. Міне осындай баталған Ер Жәнібек бабамыз, батыр бабамыз 12 рет шайқасқа түсіп, 12 рет жекпе-жекте өзінің жауын жеңеді. Жаудың әйгілі батырлары Қалдан Серен сияқты солардың жекпе-жекте басын алады. Сонымен бірге мынау Абылай ханды аңыздарда, бізге жеткен аңызда, Абылай хан жау қолына түсіп қалатын кезде соған өзінің дөнен атын сыйға тартып, Абылайды жаудан құтқарады. Аты жаралы болып қалады Абылайдың. Міне осындай жаңағы хан ғой Абылай. Осы жерде бір нәрсені айта кету керек. Аңызда жеткен нұсқалар бойынша хан Абылай бірінші көк дөнен. Дөнен деген аттың жасы кішкентай. Үлкен аттан жасы кішкентай дөнен. Енді ханның дөненге мінуі кішкене ұяттау болады. Сондықтан ол кісі басында мінбеді дейді. Сонда қылышын суырып алып, жаңағы анасынан солай баталып шыққан кісі үлкен ерлікке барады. Жаудың қолына ханды, жаудың қолына түсіріп, жаудың қолына мерт қылғанша мен алайын. Жаудан ханы өлді қазақтың деп, бүкіл тәмам қазақтың бетіне салық болатын бұл істен мен себепкер болайын шешілуіне деп қынабынан қылышын суырды дейді.
сонда жаңағы Абылай бұл ісінің астарында бүкіл халықтың тағдыры тұрғандығын түсінді де арланбай көк дөненге мініп, дөнен сау ғой енді, жараланбаған ат, сондықтан жаңағы кетіп бара жатқан өзінің қосының қайта қайырды дейді. Ал оны келіп жаңағы жаралатпен Жәнібек батыр бөгеп тұрды дейді. Міне осындай ерлікке баруына себеп болған не деп ойлайсыздар? Осы ананың батасы, ананың жаңағы алғысы. Міне осындай тағдырлы мәселелердің өзі біздің халқымызда тұлғалық мәселелерден елдің тағдырына дейінгі ұзақ және ауқымды процестердің барлығы батамен шешіліп отырған. Ал енді мынау қарғыс мәселесі. Бұл қазақтың ең үлкен қорқатын мәселелерінің біреуі. Қазақ шын мәнінде біз өзімізді жебеу үшін, өзімізді рухтандыру үшін көп айтамыз. Мынау батыр халықпыз, ержүрек халықпыз деп. Шын мәнінде тіпті шетелдің естеліктерінде де жазылады ғой, мынау Хассақ деген жаңағы даланың батырлары, ержүректері деген тарихи деректерде де мынау жиһанкездердің кездесіп жатады ғой. Ал енді осындай батыр бабаларымыз, жаудан қорықпайтын бабаларымыз қарғыстан қорқады. Неге? Жаңағы қарғыс алма қан құсар деп жоғарыда мақалда айттық қой. Осынша қашуына себеп болатын не? Бұл жерде біз тағы да тағдырмен байланысты бұл. Тағы да тұлғаның өзінің психологиялық және мынау әлеуметтік болсын, қоғамдық болсын, тұлғалық болсын, дамуымен байланысты болғандықтан, соған әсер ететіндіктен. Мынау бір батыр шәкіртіне өкпелейді. Жаңағы шәкіртінің бір батыр деген атқа, шәкірті де батыр деген ат алады. Енді ол кісілердің атын атап түсіністемей қояйық. Сол батыр шәкірті бетіне салып болатын бір қадамдар жасайды. Бірақ енді ол батырлардың ар мәселесінде қойған критерий бөлек, біздің қара халықтың, өзіміздің ар мәселеге қойған критерийлеріміз бөлек болуы мүмкін ғой. Сондықтан ол кісілер жоғары өлшеммен қарайды әрине. Біз үшін кішігірім болуы мүмкін, бірақ ол кісілер үшін үлкен нәрсе болады. Сонымен екеуінің ортасына, ұстаз бен шәкірт батырдың ортасына сызат түседі. Сонда ұстазы ренжігені соншалық, жаңағы келесі шәкірт батырға бата береді. Ұстазының ренжігені соншалық, келесі шәкірт батырға мынандай қарғыс айтады. Жатқан орныңда жатып өл, аяқтай суға батып өл деп. Осы бата емес, осы қарғыстан кейін жаңағы шәкірт батыр көп ұзамай дәрет алып отырғанда, мынау мұрнына су жүгіртеді ғой, дәрет алған кезде. Сонда сол мұрнына су жүгірткен кезде сол су өкпеге кетіп қалып қатты тартты. Сол кісі ажалы сол аяқтай судан болған екен. Аяқ деген бұрынғы заманда кесені айтады, аяқ деп. Және шыныдай су деген сөз ғой, сонда аяқтай суға батып өл деген, шыныдай судан ажалың болсын деген сөз. Сонда шын мәнінде мынау қолдың уысы толар толмас су алады ғой, мұрынға су алғанда, дәрет алған кезде. Осы судан қайтыс болады. Міне көрдіңіз бе, адамның тағдырына қарғыс қандай әсер етеді. Қазақта мынау теріс бата деген ұғым бар. Осы теріс бата дегені қарғыс ұғымы. Бұл қарғыстың баланда сақтанған және үлкен тұлғалы адамдарымыздың өзі елдің тағдырына жауап бере алатындай, елдің өмірін бір әсер ете алатындай кісілеріміздің өзі бұл қарғыстан барынша сақтанған. Және біздің дуалауыз кісілеріміз өзін мынау кісілердің тағдырына әсер ететін, бүгінгі тілмен айтсақ, кері энергиялы сөздер айтпауға тырысқан. Яғни қарғыс мәнінде болып кетпесін деу үшін. Өзінің сөзін барынша сақтап, өзін қатты ұстай білген. Неге? Осы қарғыстың адамның өміріне әсер ететіндігін, тағдырына әсер ететіндігін, оның тіпті мынау рухани биік тұлғасына аласартуға, байлығын орталатуға, батырлығын кемітуге, ел алдындағы абыройының төгілуіне алып келетін бір рухани күш екендігін білгендіктен. Қара халықтың өзі сақтанса,
осындай үлкен дегдар қауым, рухани потенциалы жоғары қауым өкілдері өзін сондай қадамдарға барып қоюдан сақтандырып отырған. Ал енді мынау бүгінгі таңда біздің қоғамда бұның барлығын неліктен қаузап отырмыз, екі тақырыпты ұштастырып. Бүгінгі таңда біздің қоғамда рухани кеселге ұшыраған немесе рухани бір тосқындыққа, белгілі бір кедергілерге түскен адамдар, немесе өмірінен қателік жіберген адамдар, сонымен бірге өмірін өзгерткісі келуге талпынған адамдарға біз осы алғыс институтын дамытуды ұсынған болар едік, бабаларымыздың тарихи тәжірибесін ескере отырып. Не үшін? Олардың өмірінің өзгеруі үшін бір дұғасы қабыл болатын адамның дұғасы жеткілікті, шын мәнінде. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына да қаншама сахабалар келіп сол кісіден бата алуға тырысқан. Не үшін? Өздерінің өмірі берекелі болу үшін. Жаңылмасам, мынау Анас ибн Малик деген сахаба болу керек. Бір сахабасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үлкен қызметтер атқарған, сол кісінің қасында көп жүріп, ол кісінің кәдімгі кебісін дайындап, қолына су құйып, дәрет суын жылтып беріп деген сияқты бір шәкірттік, бір өзінің жаңағы үмбет ретіндегі борыштарлық сезіммен көп қызметтер атқарып, ең соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бата алады сол сахаба. Сол батасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған ілімді болу жөнінде, сосын көп жас жасау жөнінде, сосын ұрпағы көп болуы жөнінде осы үш мазмұнды қамтитын бата береді. Шын мәнінде ол кісі 100-ден асып ең ұзақ жасаған сахаба болады. Және өзінің көзінің тірісінде ұрпақтары, немере шөберелері 100-ден асып кетеді. Және шын мәнінде осы мазмұнда бата алған сахаба ең ұзақ жасаған сахабалардың бірі болады. 100-ден асып қайтыс болады. Және немере шөберелері өзінің көз тірісінде көрген ұрпақтарының саны да 100-ден асады. Сонымен бірге ең ғалым сахабалардың, кісілер ат арытып, тон тоздырып, іздеп келіп, алдына келіп жүгінетін сондай керемет ғалым сахабалардың бірі болады. Міне қараңыз, тағдырға қандай әсер. Жаңағы Оспанда, ағаларының батасын алған Оспанда, ер Оспан атанады, дұшпаны алдына келіп, дұшпанның өзі сыртынан сыйлайтын Оспан болады. Жаңағы батырларымыз да бата алған, шын мәнінде жаудан қаймықпайтын, аты күні бүгінге дейін өскелең ұрпақты ерлікке, отансүйгіштікке баулуда өзіндік ролын атқарып келе жатқан ұлы тұлғалар ретінде бізге есімі қалады. Осының барлығы батаның, жақсы сөздің тағдырға әсерінен. Пайғамбарымыздың хадисінде де бар: сөйлесеңдер жақсы сөз сөйлеңдер, сөйлемесеңдер үндемеңдер деген мазмұнда. Бұның өзі бата емес, әдеттегі сөздің өзі. Жаңа біз сөзіміздің ішінде айтып отырмыз, мынау дуалауыз кісілер адамның тағдырына әсер етіп кететін кері энергиялы сөздер айтпауға тырысқан деп. Олар не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның күллі адамзаттың ұстазы болған, осы діннің ең ұлы шырақшысы болған тұлғаның өмірінен өнеге ала білгені үшін, және осы өнегені өзінің өмірдегі мәні мен маңызын білгені үшін осы мәселеде аса сақтықпен қадам жасаған. Ал енді осы жақсы жағына батаны алу, алғысты жинау жақтарында өте үлкен қадамдар жасаған. Керісінше, міне бұл өзінің дәстүрлеріне сіңіріп, өзінің күнделікті өмір салтына айландырып отырған бабаларымыздың өмірінде, мынау алғыс батаны өмірінде шын мәнінде рухани бір қатты күйзеліске ұшыраған адамдар кезікпеді. Сондықтан да біздің күні бүгінге дейін айтылып келе жатқан бабалардан сөз қалды: жесірін жылатпаған деген. Жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған. Бұл екі үлкен мәселені білдіреді. Жесірді жылатпау, әлеуметтік мынау қиыншылықтарға ұшыратпау. Ал жетімді жылатпау деген не деген сөз? Жетімді жылатпау деген сөз мынау рухани күйзеліске түсірмеу деген сөз.
Міне осындай өзін өзі сауықтырып, бейне бір иммунитеті күшті ағза сияқты біздің қазақ қоғамында өзін өзі сауықтырып отыратын сондай бір күрделі ағза іспетті болған. Яғни өзін өзі емдеп отырады. Алғыспен, батамен, өзінің қайырымдылығымен, жомарттығымен, жақсы мінез құлықтарымен, адал пейілімен. Соның бір құрамдас бөлігі осы алғыс, бата алу дәстүрі. Сондықтан бүгінгі таңда да кімде-кім өзінің тұлғалық жағынан тұлғалық қасиеттері дамыған, кереметтей бір рухани тұлға есебінде ұлы бір жетістіктерге жеткен осындай адам болуын қалайтын болса, онда ол кісіге де білім нәрін жинаумен қатар, өзінің жекелік басқа да қасиеттерін дамытумен қатар алғыс алуды да біз ұсынған болар едік. Өйткені бұл біздің бабаларымыздың жолы. Ал кімде-кім бір рухани күйзеліске ұшырап, соны шеше алмай жүрсе, сол тығырықтан құтыла алмай жүрген болатын болса, ол кісіге де алғыс алыңыз, бата алыңыз деген болар едік. Ал енді кімде-кім өзінің бір әлеуметтік қиыншылықтарын шеше алмай жүрген болса, ол кісіге де біз осы батаны, көбірек бата алуды ұсынған болар едік. Шын мәнінде біздің бабаларымызда айта берсек көп өнегесі, мынау рухани жағынан жетілген тұлға болғанға бір ғана мысал айта кетейік. Мынау Арқа даласында билер көп болған, соның бірі әулиелі би, едіге би болған. Қазақ тарихында өзі бір қанша едіге болады, соның біреуі осы би едіге. Осы едіге бабамыз өзінің балалары туылмастан бұрын, мынау ниет мәселесі бар ғой, бізде әрбір істі істеуде ниет, талап деген қазақта іс бастаудың үлкен категориялары бар. Солардың ішінде жаңағы баласын мынау Торайғыров би туылатын кезде, мынау Сұлтан Махмұт, Алаштың әйгілі ақыны Сұлтан Махмұт Торайғыров, сол кісінің фамилиясында тұрған Торайғыров би. Ол кісі де атасына тартқан әйгілі би болады. Сол бидің өміріне қатысты мынандай сөз айтады, дүниеге келмей тұрып. Бұл балам мен түс көрдім дейді. Түсін жақсыға жориды, жаңағы алғыс алу мәселесінен, сөздің энергиясы. Бұл жалпы бата ұғымы кең категорияны қамтиды. Жаңағы алғыс алу да соның ішіне кіреді. Сосын жақсы лепестер алу. Лепес дейді, ол сөз, жақсы сөз болғанда да. Жаңағы пайғамбарымыз үндеген сөз, жақсы сөз сөйлеңдер деді ғой. Сонда осы жақсы лепесі бар ол кісінің, осы баласының тағдырына қатысты. Бұл балам жақсы би болады екен, өте үлкен дегдар адам болады, соның ішінде жүйрік би болады дейді, бидің ішінде де. Сол айтқандай жүйрік би болады. Шын мәнінде бүкіл қазақтың билері жиналған дау-дамайдың ішінде сөзі ескерілетін билердің бірі болған Торайғыр би. Бұны енді дамытып айтсақ өте үлкен әңгімелер қозғауға болады бұл тақырыпта. Біздің бір айтқымыз келгені осы әңгіме арқылы, осы баланың туылмастан бұрын айтылған әкесінің сөзінің өзі кейін баланың тұлғалық бір қасиетінің ерекше дамыған керемет тұлға болуына әсер еткендігін сіздерге естеріңізге салып, қаперлеріңізге түйіп алсаңыздар екен дегіміз келеді. Сондықтан бүгінгі таңда қоғамдық қиындықтардан, белгілі бір психологиялық қиындықтардан, әлеуметтік қиындықтардан, тұлғалық қиындықтардан шығу үшін біз осы бабаларымыздың жолына жүгініп, бата институтын, бата алу, осы батаның төңірегінде көптеген салт дәстүрлеріміз бар. Соларды жандандырып, жаңғырта білсек, бұл өзінің септігін тигізеді және өзінің ролын көрсетеді деп айтқымыз келеді. Армысыздар. Оразбек Сапарханның өте мәнді де мағыналы әңгімесінен кейін мен психологиялық тұрғыдан қысқа ғана сіздерге техникалармен және жаттығулар сонымен психологиядағы сөздің өзінің рөлін айтқым келіп отыр. Психология әлемінде сөз ол қуаттанады, сөз ол жанды, сөз қасиетті, сөз киелі деп айтылады. Өйткені адамның сыртынан жаман әңгіме айтатын болса, сол адамға айтқан адамның өзі де, және сол адамның да өзіне былайша айтқанда бір қара жағылғандай, ол адамға сондай бір кері
бейөрістік әсерін береді екен. Ал енді айтқан адамның өзі де сол адамның бойындағы қырсығын, былайша айтқанда қыңырлығын өзіне тартып алады дейді. Өйткені ол кванттық, яғни кванттық физика, яғни ол бізде мынау сөздің заттануына қарай бұл ғылыми түрде дәлелденген екен. Ендігі айтпағым жақсы сөз жан азығы деп айтады. Яғни егер отбасында, я болмаса сіздің ортаңызда қандай да бір адам өмірде өзінің барлығын дұрыс жасамай, я болмаса жолын таба алмай, я болмаса осы адамды осы баланы дұрыс бір бағыттап жібергіңіз келетін болса, ол адамды мақтауымыз керек екен. Өйткені мақтау сөз айту, жақсы сөз айту, оған сенім арту, үнемі болашағына жақсы болжам айтып отыру көпшілігінде ол батамен теңестіріледі. Яғни батаның өзі де мысалға бақытты бол, болашақта үлкен елдің қамын жейтұғын азамат бол, болашақта үбірлі шүбірлі көп балалы шағалы бол деген сөздердің өзі болашаққа болжам айту. Яғни ол заттану арқылы сол адамның болашағына үлкен сондай бір қуат, күш, яғни бейөрістік сондай бойына жаңағыдай ерекше қуаттандырады екен. Сондықтан да мен сіздерге осы психологиялық тұрғыдағы бір жаттығу бергім келіп отыр. Ол адамға, я болмаса өзіңіздің бір жақыныңызға жақсы сөз айту арқылы үнемі күнделікті, мысалға ол адам тіпті естісе де, ол адам тіпті сіздің жаныңызда емес алыста болса да, сол адамды көз алдыңызға елестете отырып, денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, бойына сондай зеректік, яғни сергектік тілеймін, шымыр бол, қайратты бол, қанатты бол, ерік жігерлі бол, мықты бол, күшті бол, яғни одан да бөлек ақылды бол деген секілді өте сондай жақсы сөздерді көбірек күнделікті айтып отыру керек. Ол бірінші жаттығу болатын болса, ал екіншісі сіз жаңағы күнделік дәптеріңізге күнделікті сол адамыңды, яғни өзіңіздің балаңыз, я болмаса жолдасыңызды көз алдыңызға елестете отырып, оның көз жанарын көз алдыңызға елестетіңіз, оның дауысын құлағыңызға келіп тұрғанда елестетіңіз, ол адамның жүрген жүрісін, жаңағы тұрған мынау тұрысын барлығын көз алдыңызға елестете отырып, оның мысалға қандай адам болғанын қалайсыз. Егер сіз оның өте бір оқымысты болғанын, я болмаса жақсы білікті дәрігер маман болғанын көргіңіз келетін болса, мысал ретінде, дәл сол адамды солай жаңағы өзіңіздің қалағаныңыздай етіп елестетуіңіз керек. Және оны осы неге жаңағы күнделігіңізге жазып қойыңыз. Бүгін, яғни 13 тамыз 2020 жыл менің жаңағы ұлым өте кәсіби атақты осы клиниканың бас дәрігері деп мысалға жазып қойсаңыз болады. Және күнделікті сол жаңағы балаңызға арнаған, балаңыздың болашағына деген жақсы ойды, жақсы елесті, сөзді, көз алдыңызға елестете отырып, күнделікті соны жазып отырсаңыз болады. Денін сау, спортпен айналысып жүргенін, таңертең ерте тұрып жаттығуларын жасап жатқанын, я болмаса өте жақсы бір кітап оқып, жаңағы өзінің бір ойын, жаңағы шешен тілде сөйлеп жатқанын елестетіп, соны жазып отырсаңыз болады. Міне, бұл екінші жаттығу. Осы арқылы біз өзіміздің жақынымызға жақсы ықпал ете алады екенбіз. Бұл мысалға сөздің қасиеті бұл жерде рөл ойнайтын. Бұл жерде біздің бойымыздағы қуатымыздың, біздің ойымыздың, біздің жасап жатқан әрекетіміздің жақсы ықпалынан жақсы нәтижеге шыға алады екенбіз. Мен енді өзімнің осы тәжірибе барысында көпшілігінде байқап жүргенім, көпшілігінде өзінің жақындарына көңілі толмай жүрген өзінің туыстары, мысалға не туралы көп ойлайсыз, қандай сөзді жиі айтасыз, қандай әрекеттер жасайсыз деп сұрағанымда, көпшілігінде айтады, ол адам жетесіз, я болмаса ақылсыз сөзім. Ал егер ойымда да, бұл адам болмайды ау, я болмаса тіпті бұрылып та қарағым келмейді дейді. Яғни жылы көз қарасты да жасамайды екен. Яғни өзінің ойында да,
сөзінде де іс әрекетінде де ешқандай әрекет, яғни пиғыл ой болмайды екен. Үнемі неге ол ақылды емес, неге ол ойымдағыдай өзінің бір жаңағы үлкен сондай бір сәттілікке, жаңағыдай жетістікке жетпейді деген үнемі сондай шағыммен ғана шектеледі екен. Бірақ оны өзіміз ойлап жатпаймыз. Сондықтан да осы жоғарыда өте мағыналы да, мәнді де, осы Абайдың өмірінен, Құнанбайдың жаңағы тарихынан өте жақсы әңгімелер айтып өтті біздің Оразбек Сапархан мырза. Осы әңгімені тыңдай отырып, өздеріңізге осы қосымша психологиялық осы екі жаттығуды өмірлеріңізге кеңінен қолдансаңыздар, оның болашақтағы жемісін беретініне мен сіздерге кепілдік беремін. Қош сау болыңыздар.